Сәлем достар, қадірлі оқушылар. Мына ұзақ күткен ұбт да басталып кетті. ұбт қоспаларға байланысты есептер келіп жатыр екен. Қоспаларға байланысты есептерді біз екінші атпен параллель жүретін реакциялар деп те атаймыз. Неліктен? Себебі қоспаның құрамы 2 немесе 3 заттан тұратын болса, олардың әрқайсы реакцияға түскені үшін олар параллель жүретін реакция болып есептеледі. Бұндай есептерді шешу үшін мына алгоритммен шешуге болады. Бірінші қадамда реакция теңдеулерін жазу керек және теңестіру керек. Екінші қадамда массасын, көлемін, белгісіз заттардың зат мөлшерін белгілеу керек. X, Y, Z айнымаларымен. Үшінші қадамда теңдеу құрастырамыз. Бұл ретте қоспа бізде массада берілген болса, X, Y, Z айнымасы мен зат мөлшерін. Ал көлем берілген болса да X, Y, Z айнымасын тағы зат мөлшерін белгілейтін боламыз. Төртінші қадамда біз есепті аяқтаймыз шарт бойынша. Және көлемдік көлес сұралған болса, немесе массалық көлес сұралған болса, оны есептеп табамыз. Қадірлі оқушылар, бізде сол сіздерге ұбт-ға көмек болсын деп, мына алгоритммен шешілген көптеген есептер бар. Оларды сіздер қоспалар, немесе параллель жүретін реакциялар деп YouTube каналымыздан таба аласыздар. Химия онлайн Феруза апаймен деген каналымыз бар. Сол жерде тегін сабақтар бізде көптеген видеолар тұр. Олардың қатарынан қоспа немесе параллель жүретін реакциялар деп жазсаңыздар, толығымен шығады. Оларды көріп, өздеріңіз армандағандай жоғары балл алуды және армандарыңызға жетіп, өздеріңіз қалаған мамандықты таңдауды сіздерге тілейміз. Демек, қадірлі оқушылар, келесі эфирде көріскенге дейін сау болыңыздар. Біз берген мына мәліметтер, контенттер сіз үшін өте пайдалы болады деген үміттеміз. Сау болыңыздар.